Сәлем қыздар, сіздермен бірге меренге қосылған сүзбелі бәліш дайындаймыз. Ең алдымен бір жұмыртқаға 100 грамм қантты салып, сәл ағарғанша миксерлейміз. грамм қаймақ, 180 грамм жұмсақ сары май, жарты шай қасық ас содасын қосып миксерлейміз. Дайын болған массамызды бір шетке 5 минутқа қойып аламыз. грамм ұнымызға массамызды қосып қамыр илейміз. Егер қамырыңыз қолға қатты жабысып тұрса, 20-30 грамм ұн қосуыңызға болады. Бізде жұмсақ, өте де әдемі қамыр шығады. Салмамызды дайындаймыз, сүзбеге қантты қосып миксерлейміз. Блендермен езіп алсаңыз да болады. Енді меренгамызды дайындаймыз. Белогымызға қантты салып миксерлейміз. Масса 2 есе ұлғайып, өз-өзін ұстайтындай болу керек. Меренгамыздан 2-3 ас қасық салмамызға саламыз. Егер меренгіні қосуға ұмытып кетсеңіз, біздің қамырымыз влажный болып шығады. Сол үшін меренгі қосамыз. Формамызға қамырымызды бір тегіс болғанша жайып шығамыз. Жиегінен бортиктар шығарамыз. Сүзбелі массамызды салып, тегістейміз. Үстіне меренгамызды саламыз. 180 градуста қызған пеште пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын.